шемішкеше шақты вообще дайындалмайтынбыз. Біреулер дұға оқып дайындалады. 42 мың деді маған. Содан кейін шыққаннан кейін еңіреп жылап шықтым. Мен сені білмеймін, мен сені баға алмаймын. Әрбіреуіңізге шамам келгенше 500 теңге болсын хотя бы сүйіншілеріңізді беруге тырысамын. Сәлем барлықтарыңызға. Менің есімім Жансая. Қазір мен сіздерге кезінде ұбт-ны қалай тапсырғаным туралы, қандай мамандық таңдағаным туралы және одан кейін өмірім қалай өзгергені жайлы айтып беретін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Жалпы мен мектепті 2012 жылы бітірдім. ұбт-ға дайындығым менің бізде енді кішігірім ауыл, ол жақта 10 класстан бастадық. Мен оқып жүрген кезде біздің класста бала да көп, бүкіл бір классқа 46 оқушыға бірақ мұғалім, сондай бір өте тар жол тайғақ кешу, сондай бір не болды, қиын кезең болды. Бірақ біз сонда да оқып шықтық. Негізі мен ең басында бала кезімнен журналист болуды армандағам. Кәдімгі Казгуға түссем, журналистикаға түссем деп, содан ол жаққа түсетін бал, ол кезде бізде 125 бал болатын. 123, 122 мен әрең түсіп жатыр дегенде естіп, ойбай, менің мамандығым емес дедім, мен ондай жинай алмаймын деп. Бірақ қазақ тілі, қазақ әдебиетін жақсы көретінмін. Одан кейін өз ойымда негізі өнерге барғым келген. Ақыры журналистика болмайтын болса, өнерге барай, неге бармасқа, өлең шығаратын нем бар, қасиетім бар. Қасиет деймін, оны не дейді вообще? Өлең шығаратын талантым бар. Сосын былай да енді жақсы ойнатып, актерский мастерством мектепте былай әлде қайда нормальный болғаннан кейін сол жаққа барам деп ойладым. Бірақ ол жерде де жаңағы анау керек, мынау керек, жаңағы қосымша экзамендер, сондайлар болғаннан кейін қой деп оны да қойдым. Сөйтіп қасымдағыларға еріп, ең оңай пән биология деп, ол бір. Екіншіден метқа түсем деген арманмен мен биологияны таңдаймын. Солай биологияны таңдап, бізде 5 пән болады, сол 5 пәнге дайындалып оқып жүрем. Бірақ бізде сол 125 балдан орыс тілінің балын алып тастайтын. Мен ұбт-ға дайындалған кезде бізде интернет жоқ болды ауылда. Ең бір жаман нәрсесі, сіздерде барлық мүмкіндік бар да, бізде интернет болмаған. Қалаға барып келіп бірдеңеңді көшірсең көшірдің, көшірмесең ол да жоқ. Қазіргідей бір керемет кітаптар, әртүрлі методичкалар жоқ. Бізде шың деген кітап болған, қазір бар ма білмедім, енді сол шыңмен дайындалатынбыз, оның өзінде де бірі бар болса бірі жоқ. Содан кейін бір-біріміздің пробныйдағы варианттарымызды ауыстырып шешіп, жаттап сөйтіп жүретінбіз. Маған ең қиын болғаны математика. Математикадан кішкене нашарлау болдым, мойындау керек. Сосын тарихтан кішкене қиындау болды. Қалған сабақтардың барлығын шемішкеше шақтым дейді, сондай болдым мен. И дайындық кезінде бізде андай болатын, қыздармен өз бір 4 подруга болатынбыз мектепте классымызда. Содан 4-еуміз кезектесіп бір-біріміздің үйімізге қонып дайындаламыз дейтінбіз да. Вообще дайындалмайтынбыз. Өсек соғып, жігіт туралы айтып, анан айтып, сонымен дайындық жайына қалатын. Сөйтіп ертесінде қайтадан есіміз жинап, қайтадан дайындалатынбыз. Біздің дайындық енді свободный форматта осындай болатын, ал былай күні-түні үйде отырып дайындалатынмын. Бірақ менің ата-анамның тарапынан, ағаларымның, әпкелерімнің тарапынан, ол кісілер менен үлкен болғаннан кейін, менен ең үйдегі ең кіші ағам менен 8 жасқа үлкен. Біз бір үйде 9 баламыз. 7 ағам, бір әпкем бар. Ол кісілердің бәрі бала шағасы бар, өз беттерімен өздері маған ақыл айтатын, сен мында бар, мында түс дейтін ешкім болған жоқ. Мен өзім самостоятельно барлығын іздедім, қарадым. Содан кейін дайындық кезінде маған ең қиын болғаны пробныйларға барған кезде бірде былай алып отырасың балды. Ол кездерде басында мойындау керек, шпаргалкамен кіретінбіз. Пробныйға шпаргалкамен кіріп басымыз істемейді. Не үшін сонда? Негізі өз деңгейіңді білген дұрыс екен. Біз наоборот жақсы бал үшін шпаргалка қолданып сөйтіп жүретінбіз. Содан кейін артынан ойлана келе, ол дұрыс емес. Мен шпаргалкамен алдап алып тұрмын, ертең ұбт-ға кірсем, мен бұларсыз кіремін ғой, шпаргалкасыз кіремін ғой деп, өз-өзімді қолға алып бастадым. Және бір несі, әлі де солай ма білмеймін енді, қалай айтса болады. Өзіңнің пробныйда алып жүрген балыңнан плюс-минус 15-20 бал артық немесе кем алатын сияқты адам негізі. Мен өзім 90-ның үстінде алып жүрген, кейде бір 80 алып қалатын, кейде бір 100-ден асып 106, 105 алатынмын 125-тен. Бірақ ұбт тапсырған кезде мен 87 бал алдым. ұбт-ға бізде ауылды мекендердің балаларын орталыққа, ауданға апарады.
ауданға біз бір күн бұрын немен автобуспен кетеміз, сол жақта бір күн бұрын барамыз, бізді интернетқа жатқызады, сол жерде бір күн бұрын дайындаламыз. Әркім әртүрлі дайындалады, біреулер дұға оқып дайындалады, біреулер кітаптарын оқып, варианттарды қайталайды, біреу просто от души мен бүгін миым демалу керек деп бүйтіп жатып демалады. В общем, сондай болып демалдық, ойнап, күліп, ертесінде кірдік. Бірақ менде ОБТ-дағы ең қатты қорқыныш, жаңа өзім айттым ғой, математикадан мен нашар болатын, математикадан 2 алам деп сеніммен кірдім. Ол солай болды. Мен 2 алған жоқпын, бірақ мен 3 алдым математикадан, но ол сондай сеніммен кіргеннен кейін өзің сондайға жеткізеді екенсің. Ең бастысы сенің кірер кездегі настройың дейді ғой, былайша айтқанда. Егер сен мыжылып, андай болады, но мен по-любому сондай алмаймын десең, ол солай болады. Уже миыңа сондай сигнал қойып беріп тастағаннан кейін сен бәрібір қанша тырысқанмен олай болмайды. Сол себепті ең бірінші настрой дұрыс болу керек. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Біз қанша жерден бәріміз күшті кіргенмен де менің ішімдегі ой математикадан төмен алам, мен 2 алып шығуым мүмкін дедім. Бірақ енді бұйырғаны 2 алмай 3 алып шықтым. Кірген кезде бізде барлығын тексеріп кірді, отырдық, варианттарымызды шештік. Мен до конца берілген 3,5 сағатты полный отырдым. Содан кейін шыққаннан кейін еңіреп жылап шықтым. Мен математикадан 2 алдым деп жылап шықтым. Мен білмеймін, но мен 2 алдым деп жылап шықтым. Өйткені өте қиын сұрақтар, өте қиын есептер болды. Қазақ тілі, орыс тілінің барлығы оңай болды, биология да оңай болды. Бірақ сол математика мен тарихтан 4 алдым, математикадан 3 алып шықтым. Шыққаннан кейін біз результатын күттірмей бізді ауылға обратно алып кетті. Аналар қазір результаттарын естісе, бірі талады, бірі қуанады, бірі күледі. Керек емес, алып кетейік, ата-аналар өздеріміз білеміз деп. Ата-аналарымыз қалып қалады, біз қайтып кетеміз. Содан кейін жарты жолға жеткенде бәрі ата-аналарымыз қуып жетеді, результат шығады, бізге бәрімізге айтады. Жансая 87 дейді. Содан математикам қанша дейді. Содан математикаң осынша балл, дәл қазір ұмытып тұрмын, 7 балл ма екен, сондай болды. И орыс тілі қанша десем 21 дейді. Ал мен орыс тілін осознанно 21 қылып алғам, себебі мен 25-інде біліп тұрдым. Бірақ 4-еуін әдейі қате кетірдім, себебі менің сынып жетекшім өзімнің орыс тілден беретін. Жансая бар ғой, таяқ жейсің, 5 алма осыдан деп сөйтетін. Сосын жоқ, мұғалім, мен бәрібір, бізде мұғалім деп айтады. Мұғалім, мен бәрібір хотя бы минимум 5 алам, 21 балл минимум 5 алам, қалған 5 балл өзіме керек, апай анау алынса мен оқуға түспеймін деп, осознанно 21 балл алам. Сол 21 баллым шығады. Сөйтіп 87-ден 21 баллды алып тастағанда 66 баллмен, айтуға келмейтін балл қоймашы, сондай мүмкін емес балл. 66 баллмен үйіме қайтамын. Настроение жоқ, себебі математика деген ол решающий пәндердің бірі. Оқуға түскен кезде ол әртүрлі мамандыққа байланысты қаралып тұрады. Содан кейін, уже үйге келгеннен кейін андай настроением түсіп, уайымдап. Негізі осының алдында айтуды ұмытып кетіппін. Негізі мен ОБТ-да аз алып қалсам қайтем деген уайым қатты болды. Бірақ менің тарапынан, то есть ата-анамның тарапынан маған деген андай болмады. Сен осыны қатты оқы, түспесең білмеймін, мен сені баға алмаймын, мен сені оқыта алмаймын деген болған жоқ. Ол кісілер грантқа да түс деп айтқан жоқ. Түс алмасаң да ештеңе етпейді деген жоқ. Сен бұйырғанын көресің деді. Саған не бұйырып тұр, соны көресің. Сенімен бірге, біз де бірге көреміз. Қандай грантқа түсіп жатсаң, бағың, қуаныштымыз. Егер де түспесең, ештеңе етпейді, адам қатарлы оқытып шығамыз. Енді 7 ағам бар ғой, неге қарындастарды оқытпайды, мысалы. Содан сол кісілердің сондай сөздерінен кейін енді жалпы араласпаймыз, өзің біл, ешқандай не қоймаймыз, осын істе, мынаны істе демейміз, өзің біле. Сол ниетті, бірақ менің уайымым метқа түсу үшін балл жоғары болу керек. Еще мен де бір қуып Асфендияровты таңдап қойған ғой өзімше. Асфендияровқа адам 66 баллмен түсе ма, былай қарасаңыздар. Ол жаққа проходнойның өзі 70 қой. Содан басым қатып, енді қайда түсемін деп сөйтіп уайымдап жүретінмін. И қыздарға қарасам, қасымдағы қыздар көп андай ситуация болады. Білейін, мен мамамдар грантқа түспесем оқыта алмайды деген сияқты. Бірақ мен айтатын, неге бір мәнісі болар, саған просто жай айтып жатқан шығар, білмеймін деп. Бірақ кейбір сол қыздарының мектептегі класстастарымның ата-аналары солай айтқан күннің өзінде де ол кісілерді оқытып шықты. Бірақ андай ғой, енді мотивация болсын дейтін шығар, бірақ меніңше ол дұрыс мотивация емес. Жаңағы менікі сияқты мотивация болу керек сияқты. Сен түссең, түскеніңді көреміз, түспесең, көмектесеміз деген сияқты. Бірақ неғұрлым барлық өздеріңізге байланысты. Шын еңбектің нәтижесі болады. Шын дайындалсаңыздар, оның нәтижесін көресіздер. Ал өтірік дайындалып, білген грантқа түсем ба десең, ол қалай түсесің сен, если дайындалмасаң деген сияқты. Вот. И мен ОБТ біткеннен кейін уже уайымдадым. 66 балмен маған мет
уже минус. Мен жаңағы вообще ұлттық университетке түсе алмаймын деген менде қатты не болды. Ұлттық университеттер 70 балдан жоғары қабылдайды, и то сен 70-тен асып платныйға түсе аласың. 66 балмен ол жаққа даже платныйына түсе алмайсың. Енді маған государственныйлар керек болды. Бірақ государственныйлардың көбісі, өздеріңіз білесіздер, жаңағы техникалық бағытта, андай әртүрлі именно биология, химияны ғана оқытатын жерлер. Мен ары-бері іздедім. Ол кезде Алматыға келіп алып, аға жеңгелерімнен бәрінен сұраймын, ол кісілер енді менен біршама жасқа үлкен болғаннан кейін білмейді. Сосын не істеймін, бүкіл оқуға түссем де керек маған, түспесем де өзім зардабын шегем, өзім мысалы қиналам, уайымдап, маған ғана керек, өзім іздейін дедім. Сонымен университеттер араладым. Барлық жоқ дегенде бір 5-6 университетті араладым. Государственный, частный бар арасында. Содан кейін осы жерде Алматыда Қазақстан инженерлік технологиялық университеті деген бар. Ол кездерде жартылай частный, жартылай государственный болатын. Сол жерге барып, мен сұрадым, менің 66 балыммен қалай түсуге болады, қайда түсуге болады, бір бағыт-бағдар беріңізші деп. 66 балыммен мысалы маған келетін мамандықтар бар ма? Маған разница жоқ, мен грантқа түссем болды. Мен оқимын любой мамандықты. Мен еще математикадан нашар болғандықтан еще химияны сұрап тұрмын да. Сол кезде маған айтқан болатын, осы өсімдік шаруашылығы, топырақтану және агрохимия, содан кейін жеміс көкөніс шаруашылығы деген мамандықтарға сіз грантқа түсіп кете аласыз. Мүмкін, осыған тапсырып көріңіз деп айтты. Содан кейін жарайды, онда 66 балымен мен осы жерге тапсырайын, осы жерден тапсырам. Содан кейін басқа государственный университеттерді, мамандықтарын, дәл сол мамандықтарды іздеп, соған ұқсас мамандықтарды сол балмен түсе аламау деген мамандықтар. Ол кездерде қазіргідей интернетте доступ бар ма білмеймін, ол кезде бізге распечаткаға шығарып берді. Осының алдыңғы жылғы жаңағы өткен проходной балдар деп. Шығармаса былай айтады, алдындары 80-мен өткен деген сияқты айтады. Өзің уже гадать етесің, түсесің ба, түспейсің ба. Солай топырақтану және агрохимия мамандығына тапсырып кеттім. Бір айдай уақыт па, қанша уақыт, 20 күн дей ма, оның результатын күтесің. Оның результатын күткенде также қазір сіздерде қандай керемет мүмкіндік бар, бәрін интернеттен көресіздер. Біз Егемен Қазақстанға жүгіретінбіз. Сөйтіп Егемен Қазақстанды мен осы Алматының шетінде әпкемнің үйіндемін, жездемнің үйінде. Сол жақтан бірінші вокзалға жүгіріп, Егемен Қазақстан шығыпты, результаты шығыпты дегенде далбырлап бірандай. Ескі автобус, еще ауылдық жерге жүретін автобус, сонымен кетем. Сөйтіп Егемен Қазақстанды киоскадан сатып алып, өзімді іздейм. Мамандықтардың ішінен қаншама бет қарайым, автобустың ішінен бір ручкамен алып отырып алғам. Сөйтіп мамандығымның несімен, жаңа штрих-кодымен қарап, өзімді нешінші ауыл квотасымен түскен, мен 71 деңгейсінші болып түсіп тұр екем. Менің мамандығыма қуанышымда шек жоқ, қалай қуанғанымды білсеңіздер, өйткені ауылдың қызы үшін 66 балмен енді менің қалай айтса болады, ол кейде енді өмір ғой, тағдыр ғой. Менің әкем 14 жасымда қайтыс болған, мамам бар, ағаларым бар, бірақ әкенің, ананың орны шынымен бөлек. Егер әкең мен анаң болса, сен жасқа байсың, қорықпайсың ештеңеден, қалай айтса болады, нақты, наглы былайша айтқанда айта аласың. Мен өстігім келеді, былай істегім келеді, ақша керек деген сияқты. Мен мамам жалғыз болғандықтан, мен мамамды қуантқым келді. 66 бал алған кезде, қазір мен андай жүрегім дірілдеп отыр шынымен, есіме түсіп, 66 бал алған кезде мен қатты қуанғам. Өйткені мамамды қуанттым деп, мен грантқа түстім деп, еңбегім ақталды ғой деп. Алматыда қаншама уақыт жүріп, өзім іздеп, автобустарда сандалып жүресің, қаланы білмейсің, үлкен қаланы, бірақ осы еңбегім ақталды ғой деп қатты қуандым. Автобустың ішінде жылап, үйге сестрама Егемен Қазақстанды желпілдетіп жүгіріп, автобустың остановкасынан кейін ол жақ бір километр деймі, сондай жаяу жүресің. Сол жаққа барып, сестрам ұстап тұрған несін, ыдысын тастай сап, мені көріп, жүгіріп, қуанып, сол жерде біз жылап, сондай қуаныш болған. 66 балмен грантқа түстім, мен таптым, мен мамандықты деп. Солай жансаяларыңыз грантқа түсті. Бірақ оқуға барғаннан кейін андай болады екен, бәрібір оқып келе жатып, уже мына мамандық менікі емес па не деген сияқтындай
неге түстім мен аған, что-то менікі емес қой мен іздеген деп. Бірақ мен бәрібір тәубеме келдім, себебі сен осыны қаладың ғой Жансая. Сен грантта оқығың келді, ата-анаңды қуантқың келді, ешкімге тәуелді болғың келмеді. Міне, өзің көріп отырсың жемісін, пенсия деген жатырмын, стипендия алып отырсың деп, өз-өзімді тәубеге келтіріп, солай кішкене тоқтаттым. Бірақ мен түбінде білдім, мен осы мамандықты оқып шыққаннан кейін мен басқаша бір нәрсе, мына мамандықпен маған жұмыс табылмауы мүмкін, мен мамандықпен выживать ете алмаймын, бұл менің деңгейім емес деген сияқты ойлар болды. Бірінші аман есен бітіріп алайын деп, бітіріп алғаннан кейін мен Астана қаласына Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне магистратураға түстім, осы мамандық бойынша, бірақ мұғалім болып. Бірақ ол кезде мен уже платный оқыдым, себебі мен осы мамандықтың мұғалімі болам, оқимын платный деп оқып, 1 миллионға жуық ақша төлегем 2 жылымда. Солай оқып шыққанда, қазір кім отыр вообще? Алдарыңызда не мұғалім емес, не топырақтанушы агрохимик емес, просто блогер, вайнер Жансая. Сонша оқып, сонша барымды арнап, ақшаны арнап, еще мамам осы сәтті пайдаланып, мен мамама рахмет айтқым келеді, өзінің пенсиясынан жырып отырып маған ақша беретін, сен оқуыңа төле, жетпей жатыр ғой деп, сол кездерді прям маған өте ыстық. Сол жерде мен жолдасыммен бірге, Дидармен бірге барлық қиындықты, қызықты сол кезде көрдім. Айтқым келетіні, мектеп кезіндегі ұбт қазір сіздер үшін үлкен бір проблема болып тұр, үлкен бір қиындық болып тұр. Ол мүлдем қазіргі кездегі қиындықтармен салыстырғанда, өмірдің әртүрлі сынақтарымен салыстырғанда, ол мүлдем ештеңе емес. Қазір сіздер ойлайсыздар, я саған айтуға оңай өтіп кеттің ғой деген сияқты. Мен өтіп кеткендіктен оның ештеме емес екендігін айтып отырмын. Сол кездегі уайым, бекерге ата-анаңызды уайымға салып, жүрегін ауыртып, өзіңіз ауырып, кейбір қыздар бар, денсаулығы нашар, өздері сондайға жеткізеді. Талып қалады, уже сәл уайымдаса, бүйтіп дірілдеп қалады, уже бірдеңе. Ол қажет емес. Бұйырған балды көресіз. Алла сізге қандай бал алады, қай жерге оқуға түседі деп бұйырып тұр, беріп тұр, соны аласыз. Сіз қанша тырысқанмен де, қанша жылағанмен де басыңызға жазылған тағдырдан асып кете алмайсыз. Ол бір. Екіншіден, магистратура, мектептен кейін сіздерді университет күтеді. Университетте сіздерді ешкім бастарыңыздан сипап, оқы, сен сөйт, сен бүйтіп қаласың деп мектептегі апайларыңыз сияқты, ағайларыңыз сияқты ешкім қамқорлық танытпайды. Университетте сіз өзіңіз үшін оқисыз. Керек па? Оқисыз, керек емес па? Грантыңыздан құлайсыз, стипендиядан құлайсыз деген сияқты. Міне, нағыз қиындықтар осы кезде басталады. Сіздің артыңыздан апай-ағайларыңыз жүгірмейді, сіз жүгіресіз. Сізді сабақтарыңызда, рубежкаларда, мектептегі экзамендер, бақылаулар, анау-мынаулар, олар түк емес. Мына университетте одан 2 есесі болады. Одан кейін университеттен кейін магистратура, ол ең қиыны. Сізге ойлаңызшы, диссертация жазу керек. Ол дипломдық жұмыстан да хуже нәрсе. Ол жерде сіз мақала жазуыңыз керексіз. Барлығы кәдімгі толыққанды сіз қоғамның бір мүшесі ретінде жалғыз өзіңіз жазуыңыз керек. Сіз маған жазып бересіз ба? Не деп жазсам болады деген сияқты әртүрлі жеңілдіктер болмайды адамдардан, мұғалімдерден, жалпы қатарластарыңыздан. Сол себепті ұбт қазір бір өмірдің маңызды бір бөлігі емес, одан кейін өмір тоқтап қалатын емес, одан кейін қаншама қызықты нәрсе күтіп тұр. Және тағы бір айтарым, жаңа міне айтып отырмын, топырақтану агрохимия мамандығын таңдадым. Одан кейін қазір мен қандаймын деп. Сіздің оқып жатқан мамандығыңыз сіздікі емес болуы мүмкін. Мысалы, бірақ ол да ештеңе етпейді. Сіз шустрый болсаңыз, пысық болсаңыз, сіз өзіңізге керегін табасыз. Оқып жүріп, басқа жерден іздеп, басқа жерге барып, қосымша оқып, әртүрлі мүмкіндіктер бар. Сіз өзіңізге ғана сеніңіз. Басқа біреу ата-анаңыз сізді оқытуға міндетті деп күтпеңіз. Сіз өзіңіздің тарапыңыздан бәрін істеңіз. Егер көмек тиіп жатса, көмектеседі. Бірақ барлығы өзіңізге байланысты. Ол бір. Екіншіден, алдыңызда, мысалы, мен соны бітіргеннен кейін, магистратураны бітіргеннен кейін, болды мұғалім болам деген, қайдағы институтқа мұғалім болып институтқа бардым. Хотя бы институтта кішкене 1-2 сағат берейін деп. Институтқа барсам, сіздің айлығыңыз 42 мың деді маған. 42 мың, ол уже 2018 жылы. 42 мың теңгеге мен қаланың сыртынан анау Қаскелең жақтағы институтқа барып 42 мың алады екем.
Сосын мен жоқ, мен мынау менікі емес дедім, 42 мыңға мен өмір сүре алмаймын, бұл маған жетпейді. Ал сіз мына жаққа көшіп келсеңіз болады, мен енді қай жерге көшіп келемін одан артық, қалада тұрғаннан кейін өзім еще квартирада тұрамын мысалы. Сосын қой онда менікі емес мынау тағы деп, өзім менікі емес, сонда менікі не деп ойладым. Солай кеттім, сосын жұмысқа кірдім, банкте оператор болып жұмыс істедім, продавец консультант болып жұмыс істедім, бәрі менікі емес. Қалай айтсам болады, менікі емес дегенге келмейді, просто сіз қанша жұмыс жасасаңыз да, қанша істесеңіз де сіз одан ләззат ала алмайсыз. Сол себепті мен бер іздедім, соңында медийный компанияға авторлық сценарий курсы, драматургия курсына қатыстым. Жолдасым айтты, қатысып көрсеңші тегін деп. 1 ай ма 2 айға жуық оқыдым. Содан бастап автор сценарист болып кеткенсің ғой. Болды ғой, менікі автор сценарист екен, оказывается, деп. Ондай автор сценарист деген мамандық жоқ. Менің кезімде жоқ, қазір бар шығар, білмедім енді. Білмедім деп не деген тупой деп отырған шығарсыздар, енді мен просто шынымен қазір уже ондай нәрсеге мән беретіндей емес. Қазір өзі бір затымның қайда қалғанын білмеймін, честно, тұрмысқа шыққаннан кейін. Қыздар, самый қиыны ол тұрмысқа шыққаннан кейін басталады. Так что ОБТ, анау мынау деген барлығы не емес. Қиын дегеннен қорықпаңыздар, одан да қорқып қалмаңыздар. Ол әйел адамға берілген ең керемет нығмет, оны да көру керек, бірақ просто андай қиыншылықтар тек ұмытымен шектеліп тұрған жоқ деп айтқым келеді. Одан кейін автор сценарист болып жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі проекттер жаза бастадым, проекттер жаза бастадым, вайндар жаза бастадым вайнерлерге. И сосын бір күні ойладым Дидарға қарап, мен вайнерлерге сценарий жазып берем, вайндар жазып берем, неге соны өзім түсірмеймін мен деп. Соны просто жазып бергеніңді, ұнамайды деп бүйтіп жібереді да, сосын кетші осыны өзім түсірем деп, карантин кезі, как раз жұмыстан уже үйге қамалған сәт, карантинде мен вайн түсіріп бастадым. Сөйтіп вайндарым бірінен соң бірі пұтық стрелять етіп, деген стрелять ету ма вообще білмеймін енді. Сондай стрелять етіп кетеді. 3 түрлі рубрикамен. Балнұрды білетін шығарсыздар араларыңызда. Жатардағы әңгіме деген бар, мама мен қызының оқиғалары бар. Бәрін салып, короче, жақсы оқырман жинай бастаймын. Сонымен қазір міне вайнер, енді жалпылама тілде блогер болып кеттім. Одан кейін стендапқа шыға бастадым. Тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Аллаға шүкір, қиыншылықтар қазір бар. Ойбай, баспана алу керек, ойбай, баланы қалай бағам, ойбай, мынау деген сияқты. Есейген сайын қиыншылықтардың да көлемі, салмағы өсе береді. Ол уже артыңызға қараған кезде, міне дәл қазір айтып отырмын ғой, ұбт-дағыдай маңызы болмай қалады. Ол өмірдің бір маңызды нәрсесі емес. Ешқандай уайымдамаңыздар, берілген бақтарыңызды сынап көріңіздер, берілген нәрсені көресіздер. Жалпы басқа не айтамын енді? Шын дайындалсаңыздар, шын оқысаңыздар, нәтижесін көресіздер. Барлығы өздеріңізге байланысты. Және де айтқым келетіні, ол кейбір, мүмкін мен әріптестерім дейтін шығармын, кейбір әріптестерім бар, орта жолдан оқудан шығып кетіп жатқандары да бар. Өздерінің желанияларымен немесе шығарып жіберіп жатыр. Негізі мен өзім, енді ол әр адамның ойы әртүрлі ғой, мен өзім жоғарғы білім болуын қалаймын. Адам жоғары білім алып шығу керек. Мейлі ұнасын, ұнамасын. Мысалы, мен түскен кезде 66 балмен мен соны қалап түскен жоқпын. Осы мамандықта оқиын деп. Бірақ мен грантта оқып шығайын дедім. Мен соны оқығаным көп нәрсе түйдім өзіме. Үлкен өмірге дайын болдым. Адамдармен қалай сөйлесу керек, қарым-қатынас қалай құра білу керек, жасай білу керек. Соның барлығын ала білдім. Сондықтан кейбіреулер айтуы мүмкін, ой, диплом маңызды емес. Диплом маңызды, неге маңызды емес? Ол сіз андай адам болып қалыптасуыңызға, тұлға болып қалыптасуыңызға бірден бір әсер ететін орда, ол жаңағы университет дегеніміз. Егер ондай бұйырмай жатса, басқа жағынан тырысып көріңіздер, басқаша жинақтап көріңіздер, бойларыңызға әртүрлі дағдыны, қасиетті адамдармен араласу деген сияқты. Сонда ғана кішкене уже адаммен сөйлесе білесің, ненің дұрыс, әйтпесе егерде оқымаған болсақ, мысалы шынымен андай қазір бар ғой, кейбір жерлерде мысалы комментарийде отырып алып жаза беруге болады да, көрінген нәрсені, ой, мынау сөйткен, ой, мынау сондай, ой, мынау мындай деген сияқты. Оның барлығы егер оқыған адам болатын болсақ, олай жазбаймыз да біз. Білеміз өйткені, өзіміз істеп көрмегеннен кейін бізге айту оңай деген сияқты. Басқа адамның жетістігі үшін қуана аласыз, қолыңыздан біраз нәрсе келеді, басқа жерге де бара аласыз, шетелге де бара аласыз. Қазір не көп мүмкіндік көп, біздегідей ауылдағыдай интернет жоқ емес, бәрі бар. Біз ауылдың балалары кішкене сол кезде
ауылдан шыққан кезде енді ауылдың балаларын көбіне қазір басқаша көрсетеді ғой, түк білмейді, андай мындай деген сияқты. Кішкене үлкен қалаға бізге үйренісу қиын болады басында, өйткені үлкен мегаполис, қаланың балалары шынымен бәрібір еті тірі, жұлып жеп тұрады, оның қасында сен. Бірақ ауылдан да шығып жатқан қаншама пысық қыздар бар, мен келе салып староста болып кеткем, сондай болады. Сондықтан барлығы өздеріңіздің қолдарыңызда, жақсылап дайындалыңыздар, дым уайымдамаңыздар, бұйырғаны болады. Сіздерге шын жүректен өздеріңіз қалаған, өздеріңіз ұнатқан мамандықтарыңызға түсулеріңізге тілектеспін. Жақсылықта кездесек, и осы менің сөзімнен кейін өздеріңізге түйін жасап, жақсы бал алып жатсаңыздар, маған жазып сүйіншісін сұраңыздар. Каждыйыңызға деп андай қатты кассетқа кіре берсең, жоқ андай әрбіреуіңізге шамам келгенше 500 теңге болсын, хотя бы сүйіншілеріңізді беруге тырысамын. Давайте.